Жастар ойын арқылы тарихымызды таниды. Өзара тартысты бәсекеде алаш зиялыларының өмір жолын зерттеп, ерлікке тең ерен еңбегін ұғынады. Шымкент қалалық саяси қуғын-сүргін құрбандарының музейі Алашорда тарихының ізімен атты квест ойын ұйымдастырды. Бұл шара сахналық қойылыммен басталды. Солақай саясаттың құрбаны болған алаш ардақтыларының образдары сомдалды. Артынан қаламыздағы жоғары оқу орындарынан келген командаларға тапсырмалары беріліп, квест ойын басталды. Жастар зеректілігін танытып, ойларының жүйріктігін көрсетті. Бұл жобаның жастарға берері мол дейді ұйымдастырушылар. Жастарды музейге, тарихқа қызығушылығын арттыру мақсатында осы квест ойынын жасауды жөн көрдік. Алдын ала бұл квест ойынның 2 ай бұрын біз дайындық жұмыстарын жүргіздік. Тарихты терең тануға бағытталған квест ойынына 5 команда қатысты. Жас тарихшылар берілген тапсырмаларды жылдам орындап, өзара жүйріктерін анықтады. Жарыс нәтижесінде бірінші орында алаш мұрагерлері тобы ұтып алды. Оларға алғыс хатпен қатар Өзбекстандағы тарихи орындарды аралауға жолдама сертификат табысталды. Осындай керемет жарыстар ұйымдастырып жатқандарыңызға көп рахмет. Осы директор музейдің Мария Асқаровнаға көп рахмет, және қызметшілерге үлкен биік дәрежеде өтті деп ойлаймын. Елімізде алғаш болып ашылған музей экспозициялары 1937-1938 жылдардағы қуғын-сүргінмен содан зардап шеккен адамдарға арналған. Мұнда 16 мыңнан астам сол жылдардағы құжаттар бар. Музейге жылына 10 мыңға жуық адам келеді екен. Бұл ойында жастарды тарихымызды тануға қызықтыратын жобалардың бірі. Кенжехан Дүйсенбі, Амантай Әуелбек, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.